Достар, біз бүгін қонаққа Ерлан деген жақсы жігітке келдік. Оның жұбайы бар, Лаура деген. Менен ең последний потогымдағы обучениеға келген бұл кісілер. Негізі менің алдымда көп обученияларға қатысқан, көп жерлерде оқыған, оқу жағынан бұл кісілер өте мықты. Енді менің обучениема келген себебін қазір өздері айтып береді. Сол Ерлан, менің обучением последний потогым студентсіз. Сол не себепті менің обучениема келдіңіз? Оған қандай себептер болды? Мастер-классқа не үшін қатыстыңыздар, соны айтып берсеңіз. Біз ассалаумағалейкум, мен есімім Ерлан болады. Мен осы 7-8 жылдан бері осы құрылыс саласында жұмыс істеймін. Сіздердің алдында қанша мастер-класстарға бардық, қатыстық. Сізді Лаура постоянно инстаграмда сізге тіркеліп, сіздің сабақтарыңызды оқып жүреді, көріп жүреді. Рахмет, Лаура. Сіздің неңізді көп инсайттары көріп жүреді, сосын Лаура жадыраға барып сабағына қатысайықшы, живой қатысайықшы деп. Мастер-классқа келдіңіз. Мастер-классқа қатыстық, біз Сапарғали деген інім бар, бауырым, о да тоже осы салада, квартира ремонтта, флиппинг айналысып жүр ғой. Бірге барып, бірге қатыстық. Біз енді қанша жылдан бері ремонт істеп жүрміз деп ойлаймыз. Өте үлкен опыт бұл кісілерде. Үлкен болсақ та, сізден алатын опыт әлі бар екен. Әлде де сіздің сабағыңызға әлі қатысамыз, құдай қаласа. Рахмет. Көп қалай сату керек екен, ремонт қалай істеу керек екен, квартираны қай жерден кімнен алу керек екен, реклама бергенде қалай реклама беру керек, қай уақытта қандай топқа қою керек, вот сол сізден үйрендім. Ең бірінші осы ремонтпен айналысқан кезде қалай болды? Басында бригада табу қиын болды. Бригада басында келгенде бәрі, о бәлем, ананы білем, мынаны істеп білем дейді ғой бәрі келгенде, өзбектер сияқты. Келіп, ананы істесең, қазір ананы сұрайын, көмекке жолдас балам шақырайын дегенде солай болды. И материал қайдан алып білмедік. Басында біз бастағанда. Көп шығындай кетті. Өзі көп шыққан. Қазір мен уже білем, қай материал қайдан алам, мен қазір бармайын. Телефонмен звондайын, список жіберем. Список бойынша маған жібереді, балдар күтіп алады. Солай істейді. Осы салада флиппинг байланысқанымен 1 жылдан асты. Вот чистыми сколько вы заработали? Примерно. Можете средний на 9 квартира істедік. 9 квартирадан общий маржа 26 миллион теңге болды. Отлично. Это 1 жылда. Просто как быстро продать квартиру? Это касается ремонта. Вот это хочу вас узнать. Ваша фишка в чем сила? Вот вас, я могу сказать, но я бы хотела от вас услышать. Ваша сила, Слава. Мы ремонт делаем, от души. Вот. Без тяп-ляп емес, чтобы нормальный, качественный материал. И без замечаний, желательно без замечаний делать. Мы на совесть делаем. Чтобы клиент алған кезде үйде, чтобы от души рахмет айтатындай. Чтобы ертең келіп